Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін сіздерге жасанды интеллектті көрсеткім келіп отыр. Яғни аудио мәтін жазатын жасанды интеллекттің түрі Fritz.ru деп аталады. Google поиске немесе Яндекс поиске жазамыз Fritz.ru деп. Кірген кезде сіздерге осындай бет шығады. Бұл жерде сіздер текст жазуларыңыз қажет. Мен мұнда өзімнің бір мәтінімді жазғанмын. Жоғарыда қазақ тілін таңдап аламыз міндетті түрде. Одан кейін мына жерде ер адамның дауысы немесе қыз баланың дауысын таңдап аласыздар. Одан кейін мына жерге өздеріңіздің мәтіндеріңізді вставить етесіздер. Менде осындай мәтін. Енді төмендегі озвучить текст деген батырманы басамыз және күтеміз. Сіздерге аудио мәтінді шығарып беретін болады. Дауысы естілмей отыр. Қазір сіздерге дауысын қосып тыңдататын боламын. Ең алдымен сіздер бұл мәтінді жүктеп аласыздар. Төмендегі скачать деген батырманы басамыз және өздеріңіздің файлдарыңызға жүктейсіздер. Сохранить етіп аламыз. Одан кейін кіріп қарасаңыздар, міне төменде TTS деп сохранить етіліп тұр. Алайда осы шексіз мүмкіндікті адам қажетіне жарату жолында міне осылай сіздерде аудио мәтін естілетін болады. Егер сіздерге жұмыс дәптеріне немесе кітапшаға осындай аудио мәтін QR-код түрінде қажет болса, сіздер оны былай жасауларыңызға болады. Ең алдымен сіздер Google поисқа кіресіздер. Неге поисқа mi.qr-код деп жазамыз. Mi QR-кодқа кіріп, аудио деген осы жердегі батырманы басамыз. Және өзіміздің телефонымыздан, яғни загрузить етіп аламыз файлымыздың ішінен. Жаңағы TTS деп сохранить етіліп тұрған аудио мәтінді осында қоюымыз қажет. Міне мен таңдадым. Және атауын жазамыз. Мәтін деп жазып қояйын мен. Және категорияға education деген таңдай саламыз. Яғни сізге education жаңағы суреттерін қоятын болады. Білім жолындағы суреттерді көрсететін болады. Енді бізге QR-код жүктеліп жатыр. Ең төменге түсеміз. Мұнда түрлі түсті етіп өзгертуге болады. Маған ол қажет емес. Сондықтан мен жұмысты, яғни QR-кодты скачать етіп аламын. Мен ең төменде скачать QR-код деп тұр. Мәне мәтін, PNG, скачать, сохранить файл. Енді файлға кіргенде біздің QR-кодымыз дайын. Яғни осы QR-кодты сіз жұмыс парақшаңызға, кітапшаңызға қоюыңызға болады. Әріптестердің, оқушылар өздерінің телефонымен сканерлесе аудио мәтін тыңдалатын болады. Видео сіздерге ұнады деп ойлаймын, пайдалы болды деген ойдамын. Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар және қазақ тілді контентті міндетті түрде қолдаңыздар. Каналда болашақта жасанды интеллектке қатысты көптеген видеолар шығады. Міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Дара KZ. Баршаңызға сәттілік.